Қытай қазақтары. Қытайдағы қазақтардың қоныстанған жерлері Тәңір тауының солтүстігіндегі Ерен қабырға, Алтай, Тарбағатай таулары, Іле өңірі секілді аса көркем жерлер. Қытай жазбаларына сондай-ақ өзге де тарихи деректерге сүйенер болсақ, аталған жерлер ежелден-ақ қазақ ұлтын құраған түркі тайпаларының мекені болған. 17 ғасыр мен 18 ғасырдың бірінші жартысындағы жоңғарлармен соғыс кезінде қазақтар өздерінің ежелгі ата қонысы Жетісу, Тарбағатай аймақтарындағы шұрайлы жайылымдарынан айырылып қалды. Бұл тарихтан белгілі. Қазақ халқына зор нәубет әкелген Ақтабан шұбырында Алқа көл сулама кезеңі болатын. Қазіргі солтүстік Шинжаң бөлігі, яғни Қытайдағы Алтай мен Қытайдағы Тянь-Шань тауының арасы негізінен қалмақтардікі, монғолдардікі болып, қазақтар қазіргі шекараның батысына қарай аунап кетті. Жалпы жоңғар қалмақтарының қазаққа тиісетін заманына шейін жалғасты. 1757 жылы Қытай жасақтары қазақ әскерінің көмегімен жоңғар хандығын талқандады. Сөйтіп, ұлан-ғайыр аумақ Қытай мемлекетінің құрамына енді. Осы мекенді мал жайылымына пайдаланған қазақтар Син императорына салық төлеп тұруға келісімге келеді. Ал 1864 жылы Ресей мен Қытай мемлекеттері қазақ даласының шығыс бөлігін өзара бөліске салған кезде, осыған дейін бір-бірімен емін-еркін араласып тұрған қазақтар шекараның екі қанатында қалды. Ал 1916-1932 жылдар аралығында ұлт-азаттық көтеріліс, азамат соғысы, ашаршылық байлардың мүлкін тәркілеу кезінде мыңдаған қандасымыз Қазақстаннан аспан асты еліне қоныс аударуға мәжбүр болған еді. 32 жылы. Міне бұл 18-ден 30 жылдардың басында дейінгі аралықта келген қалың қазақ Қазақстанның жалпы Қазан төңкерісінен тартып, Голошекиннің әлгі ашаршылығы мен репрессиясынан қашып келгендер. Енді осылай келген қазақтар келгеннен кейін бұл жерде одан бұрын 18 ғасырдың басынан яки ортасынан бастап келген алдыңғы қазақтардың бауырына кірді. Солардың көмегіменен ептеп жанын бақты. Қытай Халық Республикасында бүгінгі таңда 1,5 миллионға жуық қазақ тұрады. Олар негізінен Шыңжаң автономиялы Ұйғыр районына қарасты Іле, Алтай, Тарбағатай аймақтарында тығыз орналасқан. Мұндағы қандастарымыздың көбі орта жүзден Керей, Найман мен ұлы жүзден Албан, Суан руларынан тарайды. Әсіресе 12 қабақ Керей мен 9 таңбалы Найман ішінде 4 Қызай Қытайдағы қазақтар арасында шоғырланып қоныс тепкен негізгі рулар болып саналады. Шыңжаңның 37,8% жеріне орман өсіріліп, ауылдар орналасқан. Мұнда қоныс тепкен қазақтардың 40% мал шаруашылығымен айналысады. Қандастарымыз тұратын сондай көрікті мекеннің бірі табиғаты тамылжыған Алтай аймағы. Біздің Алтай ежелден көшпенділер мәдениетінің орталық болған байырғы мекендердің бірі. Бұл 45 градустық ендікпен 90 градустық бойлықтың бойындағы жағрапиялық ортаға тұрады. Алтайдың жері өте жақсы, табиғаты да жақсы.
Onun üstüne yerinde kem baylығы mol. Biz o жерде үшке береміз. Біріншісі өр жағын төр алтай дейміз. Ертіс өзенінің шығысы. Осы жерде анан өр алтай дейміз, мынан төр алтай дейміз. Аяққы жақтың төмен алтай дейміз. Алтай аймағын жергілікті Қытайлар Алтын тау деп атаса, қандастарымыз Күміс су деген теңеу айтқан екен. Өйткені Асқар тау шыңдарынан Қыран өзені қақ жарып ағады. Алтай өңірі қарағайлы, қайыңды, тал теректі, орман таулардан тұрады. Сондықтан жасыл желек жамылған аймақ қазақ халқының мал жайылымына өте ыңғайлы болып келеді. Малшы қауымы мемлекеттен жерді жалға алып, 4 түлік малын төлдетіп, ішіп жемін айырып отыр. Олардың жаз жайлауға, қыс қыстауға көшуіне жергілікті атқамінерлер жағдай жасап, жайылымды дұрыс пайдалануын үнемі назарда ұстап отырады екен. Алтайдың Қызылтас қалашығына қарасты 3 малшылық қыстағы негізінен 4 жайлауда орналасқан. Осы тұрған жеріміз ушілік жайлауы болады. Бұған негізінен бізден енді қазір ірі-қара қой 4 түлік малдан 70 мың бас мал осы жайлауымызға 3-те 2 ай, 2,5 ай жайлаудан бағымдылық алады. Осы жайлауды біз толық пайдаланамыз. Жазда алтын жайдың ақыры осы жайлауға көшіп келеміз. Бұнда негізінен көші қонымыз онда 15 күн болады. Өзен аңғардан көшіп шыққаннан кейін төлдеулікке шығамыз. Төлдеулікте 1 ай отырып, орта жайлауымызға барамыз. Гымын Тілепалдылы жайлауда туып, бала күнінен мал бағып өскен қазақтың бірі. Қазір ол 4 түліктің бәрін қолында өсіріп, жыл сайын мал басын арттырып отырған алдыңғы қатардағы малшы. Табиғаты қазаққа жақын бие мен шұбаты мол түйесін, мыңғырлаған қой сиырының өрісін кең далада кеңейткен қандасымыз жеке табысының молайып отырғандығымен мақтанады. Шығыстақтың бөлек-бөлек бөліс жеріміз бар. Біз осы мал шетіне қараймыз. Біздің енді осы жерде 10 шақты семья бар осында қарсыда. Осы біздің 4 жайлау болады. Жылқы бар, түйе бар, сиыр бар, қой бар дегендей. Бәрі бар, енді соның бәрімен тұтынып жатырмыз. Осы жайлау өзімізге болғаннан кейін. Сол малдарды әкеп, осы жайлауға жайып қайтамыз. Біздің Алтайдың өн бойында, батысында дәм, жем, білезік, алқабек, қаба, қанас, жікбілең, қом, сомдайрық, қыран, ертіс, шығысында Шағынқол, Шіңгіл, Бұлғын қатарлы 13-12 өзен бар. Осы өзендердің алқабын қоныстанып жатқан оңтүстігі Жоңғар құмының етегін, солтүстігі сыртқы Монғолияның Алтайдың қыр арқасына жеткен жерінен бастап, екі ортасы аяғы Жайсан көліне дейіннің бер жағына дейінгі жерлер негізінен Алтай аймағының жағрапиялық қоныстаған ортасы болады. Қазақтарымыз қоныстанған жасыл алқап, кең жайлау, халқымыздың жанынан жақын. Жүргін жылылыққа бөлейтін, атамекенге деген сағынышын басатын қасиеті зор құтты мекен. Сондықтан, әр қазақ осы жерді ауыз бірліктің ұйытқысы, берекелі өмірдің базарлы қонысына балап, көзінің қарашығындай көреді. Халқымыз жайлауда мал жайып, қой қоздатып қана емес, әсем даланы думанға бөліп, ән күймен әр күнін мерекеге айналдыра білген. Сондықтан бұл өңір байырғы заманнан бері батырлар мен ақындардың, өнерпаздардың мекені болған.
Алтай тауын ортадан төртке бөлгенде бізге қараған күн беті, яғни біздің еншімізге тиген күн бетін Ағажай Алтай дейміз. Осы Ағажай Алтайдың күні бүгінге дейін қаймағы бұзылмаған дәстүрлі мәдениеті бар, сақталып келе жатыр. Енді ұлттық салт-сана саяхат мерекелер дегеніміздің ішінде ұшан тегіс біздің өзіміздің жасап алған жаңағы жерлік Алтайға тән уәкілдік халықтық ән, күй сияқты. Одан кейін қиса дастандарымыз, ауыз әдебиетіміз, одан кейін қол өнеріміз, кестешілігіміз, алуан түрлі айтып жеткісіз өнерлеріміздің барлығы осының ішінде. Қазақтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын Қытайда тұратын қандастарымыз өте жақсы ұстанған екен. Қазақтың киіз үйін құрып, оның ұлттық нақышта безендірілуіне мән берген шеттегі ағайын өскелең ұрпақтың санасына бабаларымыздан келе жатқан құнды қазынамызды дәріптеп отыр. Ата салтым асыл қазынам демекші, атамекеннен алыста жүрсе де, қазақтың салтымен құда күтіп, келін сүріп, беташар жасап, дәстүрімізді жалғастырып келеді. Ұрпаққа үлгі өнеге болар жөн жоралғыны көбіне қазақтың көпті көрген қарияларының аузынан естуге болады. Біз бір қонақ келсе, мұның қазақтың ашсаулығы барлығына ортақ. Біз бір жерге баратын болсақ қазақ, бір түйіншек біз артымызға, жаңғатамызға санмаймыз. Қай жерге барсақ, сол жерде біздің ана қазақтар өз күтіп алады. Төсегін салып береді, малын әкеліп ақсарбас қойына, бата қылғызады, көк қасқа тайына бата қылғызады. Осындай біздің ғұрып әдетіміз бар. Осының барлығымыз бала-шағаларымызға, артқы ұрпақтарымызға, осының барлығымыз өзімізді айтып отырамыз. Қазақ халқының даласындай дархан пейілі мен қонақжайлық қасиеті туралы 19 ғасырдың аяқ кезінде Ресей зерттеушілері қазақтар осы уақытқа дейін жылы жүзділігімен, қайырымды ақ көңілділігімен және қонақжайлық қасиетімен таң қалдырады. Мұның өзі олардың сүйегіне ежелден сіңіп кеткен керемет асыл қасиет деп жазған екен. Ал құрметті жамағат, құда-құдағилар келіп жеткен екен, ақ жарма шашумен қарсы алып алайық қареки. Алыстан келген қонақты құдасында күтетін қазақ мың жылдық құдаларына құшағын ашып, төс қағыстырып, ерекше құрмет көрсеткен. Бұрынғыдан келе жатқан дәстүр бойынша ауыл ақсақалдары қадірлі меймандарға аса үлкен ықыласпен төр ұсынған. Бұл халқымызда атадан балаға мұра болып келе жатқан ежелгі әдет ғұрпымыздың бірі. Бұл енді мына Алтай көлемінде, біздің Алтай қазақ халқының шоғырлы қоныстанған жері, байырғы заманнан бері қарай келе жатқан. Бұнда ерекше салт дәстүрлер қазақ халқының негізгі мәдениеті, негізгі тарихтар сақтаулы деп айтуға болады. Әрі біз мемлекетіміз көпұлтты мемлекет болса да, біз осы Алтай өңірінде болсын, Тарбағатай өңірінде мекен, барлығында да мына ұлттық салт сана, ұлттық ерекшелік деген төтенше жақсы сақталған. Қазір біздің 5 жастан 10 жасқа дейінгі арадағы жас жеткіншектеріміз ән жарысына, домбыра жарысына, айтысқа түсіп отыр. Бұның өз біздің ұлтымыздың салт дәстүрінің жалғасты дамитындығын, оның өзгеріп кете алмайтындығын дәріптеп бере алады. Айтайын шаңырақ, қалмас тода қаңырап, қандай болып болса да шаңырағына бағынады. Келіп түскен ордаңыз бәрінен де солмаңыз. Олай болса келін жан шаңыраққа бір сәлем. Халқымыз үшін дүниедегі қызық пен қуаныштың ең бастысы келін түсіру. Қазақ салты бойынша келін үйдің босағасын оң аяқпен аттайды.
қуаныш пен шаттыққа бөленген ақ жаулықты аналар шашу шашып, құтты болсын айтылады. Салт бойынша жаңа түскен жас келінге ауылдың өнерпаздары беташар жырын арнайды. Ашық болса жолмаған, домбырамды қолға алам, ибалудың біретін ата салтын қорғаған, алдымен елге бас ием, тойдың сәнін тойлаған, жүйесімен сөз айтып, келін жайды толғанам, жақсы келін тапқаны барғалықтың мақтаны. Ақжол тілеп анаң тұр, алдына шашу шашқаны, екі жастың мәңгілік ашық болсын аспаны, ата қазақ жолым мен бетінде тұрмын ашқалы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал міне. Бақытты болыңыздар. Батаменен ер көгерер, жауынмен жер көгерер дейді халқымыз. Қазақта көпті көрген көнегөз қарттардан бата алу дәстүрі бар. Үлкен қариялардан қол жайып бата сұраған қазақ баласы өзін үлкен сенімге жетелейтін рухани күш алады. Ұзақ сапарға шығар алдында сүндетке отырған сәбиге, дастарханға, некеге тұрған жастарға, жалпы барлық жаңа басталатын істің бәріне де жақсы тілек осы бата арқылы айтылады. Омин десең берейін бата, қоссақ қудай аспанда қанат қағып самғасын, балаларға құдайым берсін өмір жалғасын, ісі жағып қоғамға халықтың алсын алғысын, басына мәңгі кетпейтін, басына мәңгі дәулет берсін. Біздің мына Алтай көлемінен қарағанда мен өзім жасап отырған жерден бастап айтқан күннің өзінде бүтін біздің аймағымыздан ауданымызға дейін, ауданымыздан ауылымызға дейін ұлттық салт сана бойынша осы әдебиет көркемөнер төтенше дәріптеледі. Және ұлттық ойындар, ұлттық дене тәрбиелер үнемі жүргізіліп отырады. Ол мейлі сар жайлауда, жазды күндер жайлауда ат үстінде ойындары менен қазақ халқының айтыстары, қазақ халқының шеберлік өнерлері көргізбеге қойылып, дәріптеліп отырады. Қытайда соңғы жылдары аз ұлттардың мәдениеті мен тарихын тереңірек насихаттау мақсатында арнайы бағдарлама қабылданған. Осы арқылы мемлекет аз халықтардың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын сақтауына ерекше мән беріп отырған көрінеді. Мәселен, қазақ халқының ұлттық құндылықтарын дәріптеу тұрғысында Алтай қалалық әкімшілік мекемесінің қолдауымен тұңғыш рет 4 бөлімінен тұратын көш жолында және ағажай атты көлемді шығармалар сахналанған. Сондай-ақ қазақтардың тарих тереңінен сыр шертетін Алтай қазағының саз сырнай мұражайы ашылып, сырттағы қандастарымыздың рухани көкжиегін кеңейтіп жатыр. Біздің осы жұмыс істеп отырған біздің де жүгіміз салмағы төтенше ауыр. Өйткені жаңағы қаймағы бұзылмаған мәдениетті аштық, жалғадық. Енді оны жаңа ұрпаққа жету үшін біздің ұрпақтарымыз оған жауапкер болу керек. Біз сол жаңағы не көп қимылдың түрін неге көбейтіп, айтысымыз неге көбейтіп осындай қылып жатырмыз дегенде сол ұрпақтарымыз білсін деп ойлаймыз. Салқынға түбінде соғады майма, қалыспайтын мәңгілік көңіл қайдай. Зәбі жүрек сұмдықтан шошынбайма, арманың аранын тосу қайдай. Қиянатсыз әредей жер қайда бар, есебі жоқ көңілде досың қайда.